Сәлеметсіздер ме? Мен Мағжан Жұмабаев атындағы номер 39 жалпы орта білім беретін мектептің 9 сынып оқушысы Орал Кәусар. Жетекшім Райымжанова Атина Саттархановна. Менің ғылыми жобамның тақырыбы Ильяс Жансүгіров құлагер поэмасының әлеуметтік танымдық астары. Мақсатым Ильяс Жансүгіровтің шығармаларындағы әлеуметтік тәлімдік ойлар қайталанбас таралымымен ерекшеленеді. Сондықтан құлагер поэмасына арқау болған тарихи оқиғаның әлеуметтік астарын ашып, құрбы құрдастарымды тарихқа үңілдіре отырып, дұрыс қорытынды жасауға көмектесу. Жобаның міндеттері: Ильяс Жансүгіровтің аталмыш поэмасындағы психологиялық астарына, ғалымдардың зерттеулеріне үңіле отырып, ақынның теріс мінезді сынап, түзетуге бағытталған әлеуметтік тәлімдік ой пікірлерінің жастарға ықпалын зерделеу. Зерттеу жұмысының өзектілігі. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына жолдауына біз қазақ халқының сан ғасырлық дәстүрін, тілі мен мәдениетін сақтап, түлете береміз деп тәуелсіз мемлекетіміздің рухани құндылықтарына ерекше назар аударды. Сондықтан бұл жобаның өзекті тұсы ақын Ильяс Жансүгіров шығармаларында тереңнен бастау алып, халық өмірінің бүгінгі ұштасатын оқу-ағарту мәселелері болмақ. Ақын шығармалары ішіндегі құлагер поэмасы қарастырылып, поэманың әлеуметтік астарын ашуға талпыныс жасалады. Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы. Ильяс Жансүгіровтің әдеби мұрасындағы әлеуметтік тәлімдік ойларды ұрпақ тәрбиесімен ұштастыру. Зерттеудің негізгі әдіс-тәсілдері. Зерттеу жұмысына арқау болған ақын ойларын құлагер поэмасының егжей-тегжей талдау, ақпарат көздерін жинақтау, саралау және түсіндіру. Зерттеу нысаны. Ильяс Жансүгіровтің шығармалар жинағы. Күтілетін нәтиже: әдебиет пәнінен өтетін конференцияларда баяндама жасауға әбден лайық. Асықпай түсінікті етеміз. Қорытынды. Жастар тәрбиесіндегі түйткілдерді шешудің ұтымды жолдарын табуда қазақ халқының ұлттық мұралары мен ауыз әдебиетін, ырым-тиымдары мен қазақ топырағында өмір сүрген ғұлама, ғалымдардың еңбектерін оқу аса маңызды. Сондықтан Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасының әлеуметтік астарына үңілу, адам және оның әлеуметтік көзқарасын қалыптастыратын ойларын білім алушыларға білім мен тәрбие беру үдерісінде ұтымды қолданса, өмірге, қоршаған ортаға дұрыс көзқарас қалыптастырады деген қорытындыға келдім. Табиғаттың құдіреттілігі сол адамзатқа екі бейне берген ғой: сыртқы бейне және ішкі бейне. Бет ажары адамның айнасы болғанымен, аңқауларды адастыратын да бар. Ильяс шығармашылығының бір түсінген бір сыры осы: екі бейненің бір-біріне сай келуі. Ильяс поэзиясының құндылығы да осы екі бейнесінің үйлесімі. Себебі Ильяс шығармаларының тақырыптық идеялық мазмұны оның ішкі жан дүниесіне, жүрек жарды сырына айналып жататын тұстары бар. Ильяс Жансүгіров шығармалары ақынның өмірдегі өз айнасы, өз бейнесі, оның шуақты сәулесі өз халқының өткеніне де, бүгінгі мен ертеңіне де нұрын төгіп тұр. Пайдаланған әдебиеттер және де назар аударылғандарыңызға рахмет.